Сәлем баршаңызға. Сіздермен бірге мен Аяужан. Осы видеода YouTube каналыңызға салған видеоның превьюін қалай орнатасыз, сол туралы айтатын боламын. Алданғы видеода осындай превьюшканың жасалу жолын көрсеткен болатынмын. Төменде описанияда ссылкасын қалдыратын боламын. Егер де көрмесеңіз, сол жерден көріп алыңыз. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып, қолдап кетуіңізді өтінемін. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мен видео салдым. Қазір осы видеоға превьюді орнататын боламын. Ол үшін творческая студия дегенге кіріп, жаңағы видеомызды контент дегенді басып, жаңағы видеоны ашамыз. Осы видеоның жанында тұрған 3 точканы басасыз. Басқан уақытта осындай бет ашылады. Осы жерден изменить видео дегенді басамыз. Басқан уақытта осындай бет ашылады. Мына видеоның жанында тұрған ручканың үстінен басасыз. Осы жерден сменить значок деп өзіміздің значогымызды қоямыз. Ол үшін свой значок дегенді басып, өзіміздің жасаған превьюшкамызды орнатамыз. Мінекей мен орнаттым. Енді ок дегенді басып, ал достар, көріп тұрғандарыңыздай превьюді орнаттым. Келесі кезекте сохранить дегенді басып, өзімізге сақтап аламыз. Сіздер біледі деген ойдамын. Егер де сіз де YouTube канал жүргізетін болсаңыз, YouTube каналдағы видеоның превьюі өте маңызды роль ойнайды. Ол міндетті түрде YouTube каналға да есептелінеді. Осымен видеом соңына жетті. Келесі кездескенше сау болыңыз. Және де подписаться басуды ұмытпаңыз.